Бүгінгі күні төтенше жағдай кезінде халықтың өмірін сақтап, мүлік шығынын азайту басты міндет болып саналатын азаматтық қорғау органдары әлемдегі ауыр мамандықтар қатарына кіреді. Осы тұста оның ауырлығымен қатар беделді мамандық екенін айта кеткен жөн. Бүгін елордалық бас құтқарушы Қуанар Базарбаевтың бір жұмыс күні туралы айтатын боламыз. Қуанар Бекенұлы Базарбаев 30 жылдық осы салада бай тәжірибесі бар құтқарушылар қызметті толықтай меңгерген тұлға. Бүгінгі бас құтқарушының жұмыс күні хат хабарламалардан қарастырып, одан әрі төтенше жағдайлар департаментінің лауазымды тұлғаларымен кеңес өткізуден бастау алды. Кеңесте қаланың бүгінгі қауіпсіздік жағдайы, департаменттің ішкі жұмыстары туралы маңызды мәселелер айтылады. Жауапты қызметкерлерге нақты тапсырма беріледі. Жұмыс күннің бірінші бөлігінде атқарылатын маңызды жұмысы көп. Оның бірі көктемгі су тасқынына қарсы жұмыстардың жүргізілу барысы. Қуанар Бекенұлы су тасқыны қаупі бар учаскелерді аралап, Есіл өзенінің арнасы бойынша және Ақмола облысы шекарасына дейінгі су бақылау реттегіштерге ерекше бақылауда ұстайды. Бұл жұмыс бақыланғаннан кейін департамент ғимаратында тағы бір маңызды шара өтпек. Бұл жолы департаменттің инженерлік, инспекторлық құраммен кездесу. Кездесу өрт қауіпсіздігін сақтау шараларын ұйымдастыру, бақылау барысында қаланың тұрғындары мен тікелей жұмыс жасайтын қызметкерлерге бейне тіркегіш тапсырылады. Бұл жеке құрам үшін маңызды іс-шара аяқталғаннан кейін ұрпақ жалғастығы, балалардың қауіпсіздігіне көңіл бөлетін жобаға қатысу жоспарланған. Биылғы 2022 жылды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев балалар жылы деп атады. Балалардың қауіпсіздігі ең маңызды әрі өзекті болып қала беретін мәселе. Қазіргі кезде елордалық мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің балалармен кез келген төтенше жағдайлардан сақтау және қорғау қауіпсіздік конкурсы өтуде. Бүгін соның бірі көрінісінің куәсі боламыз. Міне біз келген нөмірі 60-шы балабақша. Мұнда біз балалардың осы жоба аясында дайындаған өнерлерін тамашалаймыз. Осындай қарқынды жұмыс барысында өзін белсенді әрі сергек ұстау үшін салауатты өмір салтын ұстану қажет. Департамент қызметкерлері үшін арнайы бекітілген уақытта департамент бастығы спортпен айналысады. Дене дайырлығының бір бөлігін жүгіруден бастап, ары қарай бассейнде жүзумен аяқтайды. Бұл жаттығулар сергектік сыйлайтыны анық. Тәуліктің екінші жартысында Қуанар Бекенұлы төтенше жағдайлар бойынша комиссия отырысына қатысады. Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары Ермек Ануарбекұлы Қизатовтың төрағалығымен Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайларды алдын алу және жою жөніндегі комиссияның жоспарлы отырысы өтті. Барлық мүдделі ұйымдар мен мемлекеттік органдарға елорда аумағында жазғы және өрт қауіпсіздік кезеңде төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды барынша азайтуға бағытталған азаматтық қорғау жүйелерін одан әрі дамытуды жөнінде тапсырмалар берілді. Бүгін біз қаланың өртке қарсы қызметінде ең алғашқылардың бірі болып салынған нөмірі 2 мамандырылған өрт сөндіру бөліміндеміз. Жылу түтін камералары мен өрт сөндірушілер мен құтқарушылар мұражайымен танысамыз. Елордалық төтенше жағдайлар департаментінің бұл балалармен өткізіп жатқан шаралары бірінші рет емес. Департамент үшін балалардың қауіпсіздігі мәселесі басты назарда. Себебі олар болашақтың негізін қалаушы. Осы тұста жыл сайын мектеп және балабақшалар балалар жарақатын болдырмау, судағы қауіпсіздік, балаларды жүзуге үйрету, жас құтқарушы үйірмесі секілді түрлі іс-шаралар, сурет салу байқаулары, ашық есік күндері өткізетіні айта кеткен жөн. Балалар болашақ ел қорғайтын ерт қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, ер жүрек батырлығы мен құтқарушы ағаларының жолын жалғайтын бірден бір әрі бірегей тұлға.